Бәріңізге сәлем менің көрермендерім. Бүгін сіздермен аштықсыз дайын болатын нанның рецептімен бөлісемін. Жасау жолын толықтай қараңыздар, видеоның соңына дейін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Алдын ала өлшеп дайындап қойған ұнымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Бізге көтеру үшін қажет болады. Және бізге осындай дәндер қажет болады. Қалауыңыз бойынша асқабақтың дәні мен қара күнжат және де шемешкінің дәні өзіңіз қалауынша қоса бересіздер. Дәнді қоспасаңыздар да болады. Үстіне айранымызды құямыз. Жаңа дәндер салғаннан кейін араластырып алсаңыздар болады. Үстіне айран қосқаннан кейін араластырдым мен. Үстіне 50 грамм ыстық су құямыз. Барлығын қосқаннан кейін қолымызбен қамырымызды жинаймыз. Өзіңіз қалауыңыз бойынша дән қоспай жасасаңыздар да болады. Қамырды ашытып болғаннан кейін біраз қасықтай сұйық май құямыз. Сұйық майымыз қамырға әбден сіңгенше осылай қолымызбен қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды пакетке салып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды пакеттен алып, осында пергамент қағазы қажет болады бізге. Үстіне қойып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай көлеміне келтіріп, яғни батонның көлеміне келтіресіздер. Үстін қатты басып қажет емес. Осылай сопақша пішінге келтіріп, нанымызды жасаймыз. Өткір пышақтың көмегіменен осылай нанның үстін кесіп шығатын боламыз, өрнек салып шығамыз. Нанымызды пешке 200 градуста 20-25 минут сарғайғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің нанымыз дайын болды. Әбден суығаннан кейін кессеңіздер, нанымыз әдемі болып тұрады. Беті қытырлақ, іші жұмсақ нан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписация батырмасын басып, жанындағы колокольчикті басып қойсаңыздар, менің әрбір салған рецептім сіздерге бірінші болып барып тұратын болады. Сонымен қатар дәл осы видеоның астында басқа да тағам түрлері, салат түрлері, тәтті түрлері, печенье түрлерінің видео рецепттері бар. Барлығын сенімді түрде жасай берсеңіздер болады.